Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз әдебиеттен өткен 20-шы, 21-шы, 22-ші сабақтардың үй тапсырмасын бірге талдаймыз. Бізде 20 мен 21 Абайдың шығармашылығына арналған қара сөздері мен өлеңдеріне, сол үшін екеуіне үй тапсырмасы бір болады. Ал басқасы 22-ші сабақ жеке. Бізде 20-шы сабақта, бізде поэмалар болыпты. 20 мен 21 бірге, және 22 жеке болады. 20-шы сабақта Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын оқыдық. Бұл поэмадан алынған метафораны табу керек. Бұл жерде сіздерге мысалы осыған ұқсас тест келсе, оның ішінде басқа нұсқаларда Мұқағалидың емес, басқа ақындардың өлеңі берілуі мүмкін, және бәрінде метафора тұруы мүмкін. Не болмаса, барлығы да Мұқағали Мақатаевтың поэмасынан алынған үзінділер, бірақ ішінен нақты бір метафораны табу деген сияқты сондай үлгіде келуі мүмкін. Енді бұл жерде барлық нұсқаны оқып отырсақ, барлығы да Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан алынған. Енді метафораны табу керек. Метафора ол басқаша ауыстыру дедік. Бір белгілі бір ұғымды алып, мүлдем бір басқа ұғымды сол ұғымның орнына ауыстырып қояды. Бұл жерде дұрыс жауап «Ақ төсек, аппақ айдын аққу, бала, жаралы аққу секілді жаттың ба ана» деген бұл нұсқасы дұрыс жауап болады. Бұл жердегі метафорамыз айдын көлді төсек деп алып тұр, және аққуды бала деп ауыстыруды қолданып тұр. Мына жердегі енді ақ, аппақ дегендер бізде эпитет болады. Басқа нұсқасында ондай қолданылмайды. А нұсқасында әлде де ақ төсінде бермейтінім ағайдың ақ мүсінін тербейтұғын. Бұл жерде ағайдың ақ мүсін, бұның барлығы сын есімдер, эпитеттер. Көл көкке, көк көлгеге басылады, ұйқысы аққулардың ашылады. Бұл бізде кейіптеу, яғни көл мен көк бір-біріне келіп асылады деп табиғат құбылыстарына жан бітіріп тұр. Қасқатаң бұлбұл үні көл бетінде аққулар ұйықтап жатыр тербетіле. Бұл жерде қазақ тілімен байланыстырсақ, жай ғана атаулы сөйлемдер деп те алсақ болады. Сонда дұрыс жауабы бұл нұсқасы. Келесі бізде «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында «Апырай, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана» деген қай кейіпкер? Аққу құсты мен ата алмаймын дейтін, жалпы бұл шығармада кейіпкерлер аз ғой. Ата алмаймын деп басынан оны атудан бас тартатын ол ауырып жатқан баланың әкесі болатын. Бұл жерде бізде бала және анасы мен әкесі, одан кейін баланың емдеудің жолын айтатын тәуіп, одан кейін барып аққуды атып алған сәтте неге аттың деп сұрайтын жаңағы жылқышы қарт бар бізде, жылқы бағып жүрген. Онда ең басында аққуды атпаймын деп бас тартқаннан кейін барып, оның әйелі адуынды еді дейді, анасы, жаңағы баланың анасы, жаңағы кісінің әйелі, мен өзім атамын, сонда бір баланың өмірінен бұл маңызды болғаны ма деп мылтықты алып көлге қарай кетеді ғой. Келесі Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шәкіртойы» өлеңінің алғашқы шумағындағы ұйқас түрі. Қараңғы қазақ көгіне күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам. Бір шумақта көгіне болам, кегіне болам. Яғни А, Б үлгісінде берілген. Сонда А мен Аны, Б мен Б-ны қоссақ, бір-бірін былай шалып тұрғандай болады. Сол себепті бұл жерде шалыс ұйқас қолданылған. Келесі бізде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңінде қолданған теңеу. Жалпы бұл өлең өзі 3 шумақтан тұрады. Осы 3 шумақтың 2-ші шумағында «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, баруға күнді барып белді буған», сол жерде «толған айдай» деген теңеу қолданылады. 2-ші шумағын қарасаңыздар. Одан басқа бұл өлеңде теңеу жоқ. Осында қысқа өлеңдер болса, жаттап алуға тырысыңыздар. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 2 өлеңін қысқа және Әл-Фарабидің 2 өлеңі бар бізде спецификацияда. Бұлар қысқа болғандықтан бұны жаттап алыңыздар. Келесі Абайдың «Өлең сөздің патшасы» сөз сарасы өлеңнен алынған үзінді. Енді бұл жалпы өлең сөздің қадір қасиеті, салмағы туралы айтылғандықтан, сол мағынаға қарап табуға болады, егер өлеңді жатқа білмесек. Бастысы өлеңнің ішінде не туралы айтылатындығын біліп, өлеңді толық оқу керек, жатқа білмесек те.
Мына жерде бізде дұрыс жауабы бұрынғы ескі биді тұрсам барлап мақалдап айтады екен сөз қосарлап деген нұсқа болады. Ол қазіргі ақындар мен бұрынғы ақындарды салыстырады. Өзінің жалпы бұл өлеңі шәкірттеріне бір ескерту ретінде де, сын ретінде де жазылған. Бұның барлығы оқулықтардың ішінде талданып берілген. Осы өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңінде бір белгілі бір жолдар бар, өзінің белгілі бір шәкірттеріне арналған. Соны да жақсылап қарап еске сақтаңыздар. Келесі сұрақта Абайдың Әбдірахманның қайтыс болуына байланысты шығарған өлеңі. Бұл бізде лай суға май бітпес қой өткенге өлеңі. Баласы Әбдірахман қайтыс болғанда шығарған. Және бұл жердегі лай сөзінің мағынасы, май сөзінің не себепті алынған, не себепті қойдың май алынғаны барлығы оқулықта талданып берілген. Соны тағы бір қайталап оқып шығыңыздар. Бұл 10-шы сынып оқулығында барлық 4 баспаны қарастырамыз. Абайдың 17-ші қара сөзіндегі жүректің сөзі. Ақыл, ғылым, қайрат, жүрек басты кейіпкер болып солардың диалогына құрылған бұл қара сөзде жүрек айтады: үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады дейді. Бұл нұсқасы не дүниеге, не ақыретке не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен деп айтатын бұл ақыл, барлығын ажыратушы, барлығының салмағын біліп, ойда қортып пайымдайтын мен дейді. Ц нұсқасында Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім дейтін бұл қайраттың сөзі. Ал ең соңғы Д нұсқасында әрбір сол әрқайсысына жауабын беріп, бір шешімін шығаратын ол ғылымның сөзі. 32-ші қара сөз не туралы? 32-ші қара сөзде білім ғылым үйренудің шарты туралы айтылады. Және спецификацияда 33-ші қара сөз бар. 33-те бізде өнер туралы, қол өнер қалай үйренбек керек, қазақтың өнер үйренудегі кемшіліктері барлығы ашып айтылады өнер үйрену туралы. Абайдың 7-8 буынды өлеңі. Мына жерде енді көп өлеңінің тақырыбы ретінде алғашқы тармағы алынған. Сол алғашқы тармағынан ақ біз буын санын ажырата аламыз, таба аламыз. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы деп келетін Абайдың өлеңінде 11 буын. Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да, ол да 11 буынды. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ол да 11 буынды. Сонда болыс болдым мінеки ғана қалады. Кеселді пысық көбейді, күшік иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді деген жолдар Абайдың қай өлеңнен алынған және қандай көркемдік тәсіл қолданылған? Ең бірінші көркемдік тәсілді тауып алайық. Кеселді пысық көбейді, күшік иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Мына жерде бізде теңеуді көріп тұрмыз, күшік иттей эпитетте бар кеселді пысық, бірақ бізде варианттарында теңеу деген ғана бар екен бұлардан. Бірақ бұл болыс болдым мінеки өлеңнен алынбаған. Енді аллитерация, бұл жерде аллитерация болып келеді, өйткені барлығы жолдар К деген дауыссыздан басталады. Ассонанс дегенді алып тастаймыз, Б, Ц нұсқасын алып тастаймыз, сонда қалатыны сабырсыз арсыз еріншек және лай суға май бітпес қой өткенге. Біз оның мағынасына қарай сабырсыз арсыз еріншек екенін табамыз, біле аламыз мағынасына қарап үзіндінің. Келесі, Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасынан алынған жолдар, немесе жол. Бұл жерде бірнеше дұрыс жауап бола алады. Ғазиз ана ербеңдеп екі қолы жиылған жұртқа қарап алақтады. Бұл бола алады, өйткені мына жерде дәл соңғы жағында Аққуды атқаннан кейінгі, баласының өлімін білгеннен кейінгі ананың бір делсал күйге түсіп, бір жындануға шақ қалған сәтінде міне Ғазиз ана ербеңдеп екі қолы жұртқа қарап алақтады дейді. Сондай бір баласы үшін, сондай бір тіпті тыйымның өзін бұзып баласы үшін сондай әрекетке барған ана кейін баласының өлімінен артық оған қайғы ондай жоқ екенін көрсетіп тұр. Осы сәттегі ананың қайғысын береді. А нұсқасын аламыз. Адамзат сапарының мейманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып, бұл да келмейді, өйткені бұл мағына жағынан поэмаға келмейді. Адамнан айналадан күйіркеден бой тартып ел ішінен жиіркенген, бұл да келмейді. Өткелі қыруар жолдарда жанға батқанда шығар сан ызғар, бір ғасық суда аңсатқан шығар сан тарам зарша тамыздар. Бұл
өлең кімдікі десем бірден тауып аласыздар, өйткені бұл өлең жолдары бізде Төлеген Айбергеновтікі. Ол кісінің өзінің бір стилі, өзіндік қолтаңбасы бірден байқалып тұр. Өйткені буын саны өте көп, бунақ саны аз, буын саны көп. Атақ қуып, бақ қуып, даңқ қуып, біреулерден жүргем жоқ арту үшін, бұл да бізде келмейді поэманың мазмұнына. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауың анау шымылдық салбыраған. Бірден Мұқағалидың қолтаңбасы байқалады және табиғатты суреттеп тұр. Сол себепті екі нұсқа Аққулар ұйықтағандадан алынған. 33-ші қара сөзден алынған сөздер. 33-ші қара сөз қолөнер туралы. Сол себепті қолөнерге қатысты, өнер үйренуге қатысты нұсқаларды таңдаймыз. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады деп көрсетеді. Ерінбей істей беру керек қой деп айтады Абай, және егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек деп бастайды осы қара сөзін. Ал қалған А, Ц, Е ол бізде 32-ші қара сөзінен алынған. Өнер жалпы ғылым білімге қатысты. Келесі, Абай ой кеселдеріне жатқызады. Өзінің сол жаңағы 32-ші қара сөзінде де айтып кетеді, және жеке бір қара сөзі бар, ең қысқа. Сол жерде осы ой кеселдері деп нақтырақ айтатын жері бар. Ол бізде уайымсыз салғырттық, қайғыға салыну, бір нәрсеге құмарлық пайда болу дейді, және 4 нәрсені айтады негізі. 4-шісі ол бізде ойыншы күлкішілдік дейді. Келесі, Ескендір поэмасының идеясы болатын нұсқалар. Бұл жерде Александр Македонскийдің бейнесін Абай басқа шығыс ақындарынан ерекшелеп берген. Басқа шығыс ақындары Ескендірдің даналығын, парасаттылығын, батырлығын, қаншама елді өзіне қаратқандығын бір мақтап жырлайтын болса, Абай Ескендірді оны тойымсыз, жауыздығын, көрсеғзарлығын, барлық бойындағы жаман қасиеттерін әшкерелеп, оған сыни көзбен қарап, бізге ондай болмау идеясын жеткізеді. Бұл жердегі кейіпкерлердің барлығы, әсіресе Аристотельдің сөзі арқылы, жаңағы соңында қу сүйекке қарап, сол барлық нәрсе адамның көзі тірісінде, көзі тоймайды, өлген кезде ғана мына топырақ үстіне көзін жапқан кезде ғана ол дүниеге тояды деген нәрсені келтіреді. Сол себепті бұл жерде жалпы ашкөздіктен сақ болу идеясы береді бізге. Пендешіліктен арылу дейді, яғни бұның бәрі пендешілікке қатысты, және әділет пен даналықты дәріптеу дейді. Аристотельдің айтқан сөздерінен барлығынан осы шығарманың идеясын көреміз. Еркіндік, надандық, жақсылық пен жамандық арасында күрес деген нұсқалар болмайды. Негізгі идеясы осылар. Бұл бізде нақты сіздердің оқулықтарыңызда да осылай талданып берілген. Ал бұл поэманың тақырыбы бола алатын нұсқалар, бұл жерде қанағат, тойымсыздықтан сақ болу, демек қанағат, және рақымшылық, жаңағы даналық деген, және адамгершілік. Келесі 22-ші тақырыпта бізде поэмалар болды. Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы поэмасында әке үкімін танытатын жолдар. Яғни бұл жерде өзінің баласы Шомбал жігіт деп береді. Шомбал жігіт өзінің әкесіне келеді. Әкесіне келіп Махамбетті өлтіргендігін, Баймағамбет сұлтанның оған сый-сияпат бергендігін айтып мақтанып келеді. Соған әкесі қатты ашуланады. Бірақ баласы оған сен де Махамбетті жек көрмеуші ме едің деп сұраған кезде, иә, жек көретінмін, бірақ оған сенің анаң оған ғашық еді сол Махамбетке. Бірақ кейін мен оны түсіндім, не себепті ол батыр тұлғаға, ақын тұлғаға ғашық болғандығын деп өзінің бір қатты баласының сондай әрекетке барғанына күйінген әке соңында баласына арнайы үкім шығарады. Ол жерде сол үкімі ең соңғы жолдарында ол түсінікті болады. Ол айтады: дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолына алды садағын, деп аяқталады бұл поэма. Яғни баласын өлтіру деген үкімді шығарғаны белгілі болады. Осы жерде баласын төбеге қалдырып кетіп, өзі алысқа барып, қолына садағын алды дейді. Иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап бара жатты ата мекен. Бұл да жаңағы Нарынқұм зауалында ең бірінші бөлімде Махамбеттің монологы деген жерде бізге Махамбет көрген түс айтылады. Сол жерде ол өзінің басын шауып тастаған кездегі өзінің басын түсінде көргендігін айтылады. Бұны да бір еске сақтаңыздар, өйткені Қаһар деген шығармада да соңғы жағында сол нәрсе айтылады. Махамбеттің түсі
ары қарай не болғаны туралы айтылады. Бұл да енді тестте кеп қалуы мүмкін. Бір-бірімен екі шығарманы байланыстыруы да мүмкін. Бара жатты ата мекен ақ жайықты жағалап дейді. Сырсандық өлеңі бізде қашан жазылды? Бұл өлең 26 ақпан 1926 жылы жазылды. Және бұл өлеңнің шығу тарихы сіздердің оқулықтарыңызда жақсылап талданып берілген болатын. Кімге арналған, қандай адамдар туралы айтқан туралы автордың басқа ғалымдардың оған берген түсінігі. Барлық 4 баспаны қараймыз. Сырсандық өлеңінде қолданылған қайталау түрі. Бұл әрине бізде еспе қайталау, соңғы бірінші тармақтың соңындағы сөз келесі тармақтың басында қайталанып отырады. Сырсандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын. Яғни еспе, соңғы келесінің басы, соңы басы. Ал эпифора дегеніміз әр жолдың соңы бір сөзбен аяқталып отырса, анафора керісінше әр тармақтың басы бір жолмен басталып отырса. Қасым Аманжолов өзім туралы өлеңнен алынған метафора. Бұл жерде барлық өлең жолдары өзім туралы өлеңнен алынған, бірақ нақты метафора ауыстыру, екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушен құбылысты қайқайдағы дейді. Яғни екі көзді жұлдыз деп ауыстырып алып тұр. Бұл өлеңде де бірнеше метафоралар көбірек кездеседі. Жақсылап толық нұсқасын қарап, метафоралардың астын сызып алыңыздар. Сөзім жыр, лебізім күй ерке едім, өз жерім, өз елімде еркеледім. Өмірдің алтын сарай аспанына қиялым қақты қанат ерте менің. Бұл берілген үзіндідегі көркемдік тәсілмен ұйқас түрі. Бірден бұл жерден біз метафораны көреміз. Сөзім жыр, ал лебізім күй деп ауыстырып алған, жаңағы алдыңғы нұсқадағыдай. Метафора бізде Б және Ц нұсқасында. Одан кейін эпитеттер беріледі. Алтын сарай дегенде, қандай сарай? Алтын сарай. Енді ұйқас түрін табу керек. Не қара өлең, не шалыс ұйқас. Бұл бізде қара өлең ұйқас. А, Б, А. Бірінші, екінші, төртінші шумақтар өзара ұйқасады. Үшінші шумақ қана ұйқаспай қалып отырады. Бұл бізде сонда Б нұсқасы. Келесі Нарынқұм зауалы поэмасының бөлім атаулары. Бұл поэма 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Махамбеттің соңғы монологы, екінші бөлім әке үкімі деп аталады. Қасым Аманжолов өзім туралы өлеңнен алынған жолдар. Өзім туралы да. Торқадай жамылып ап топырағын, жатармын өз жерімде бір төмпешік деп айтады. Жүзім жаз, көңілім көктем, кең пейілді, жақсының жүрегіне ғашық едім дейді. Және серінің семсеріндей сертке таққан өлеңнің өткірін бір алшы менен дейді. Ал басқа нұсқалар, менің жерім мына жер, менің тауым, менің көлім деп басталатын нұсқалар Тұманбай Молдағалиевтің Бауыр өлеңінен алынған. Жалпы біздегі спецификациядағы өлеңдердің бәрін бір қайталап шығыңыздар. Жалпы бүгін бізде осы үй тапсырмасына, алдағы сабақтарға тағы да үй тапсырмасы беріледі. Осы сабақтарда бірге талдаймыз. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.